اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين. Қазіргі таңда қаншадан қанша адамдар діни бір құлшылықтарға қарап, діни құлшылықтардың орындалып жатқанын көріп, мына қисынсыз ғой деп, дінге қарсы тіл тигізіп қалып жатқандығын куәсі болудамыз. Не болмаса, діни бір жөн жоралғыларға қарсы, діни бір әңгімені еститін болса, мынау Facebook желілерінде болсын, әлеуметтік желілерде болсын, жалпылама дінге тіл тигізіп, бұл дін қисынға келмейтін дүниелерге тола екен деп, дінге тіл тигізіп жатқанын куәсі болып жатырмыз. Өкінішке орай, қаншадан қанша адамдар ақылмен дінді бір-біріне қарама-қайшы қойып, дінді кінәлап, дінді қаралап, осы ақылға қайшы деген дауаның, ақылға қайшы деген емеуріннің астында дінге тас атып жатқандығының куәсі болып жатырмыз. Шын мәнінде дін ақылға қайшы келеді ма? Осы жайлы сөз қозғасақ деп едік. Ағайындарым, біліп қояйық, ең бірінші ислам шариғаты ақылмен ой жүргізуге, ақылмен жұмыс істеуге, ақылмен әрекет етуге бұйырған шариғат. Ислам шариғаты еш уақытта ақылға қайшы келмейді. Егер де сіз ислам шариғатын жақсылап, жіті қарап, зерттеп қарайтын болсаңыз, ислам шариғаты еш уақытта ақылға қайшы әрекет етпейтіндігін көресіз. Мысал ретінде сізге мен 5 мысалды айтайын. Ең біріншісі, ислам шариғатында кез келген құлшылықтың адамға парыз болу үшін міндетті түрде адамның ақылы болу керек екенін айтады. Егер де кісіде ақыл болмайтын болса, ақылы жоқ адам болса, оған ешқандай құлшылық ибадат парыз болмайды. Қажылық та, намаз да, ораза да, зекет те, ақыл есі бүтін адамға ғана парыз болады. Егер ислам шариғаты ақылға қайшы жұмыс істейтін болса, ислам шариғаты ақылға қарсы тұратын болса, ислам шариғатында құлшылық ғибадаттардың орындауының дұрыс болуының бір шарты ретінде, құлшылық ғибадаттардың парыз болуының бір шарты ретінде ақыл есі бүтін болу деген нәрсені алмайтын еді. Тіпті ақыл есі жоқ адамнан парыздық деңгейі көтеріліп тұратындығы да баяндалған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мұбарак хадис шәрифте айтады, Бұхари, имам Ахмад және Насаи риуаят еткен мұбарак хадис шәрифте айтады. Үш адамнан руфи'ал қаламу ан салас дейді. Яғни үш адамнан күнә жазылу көтеріледі дейді. Үш адамға күнә жазылмайды. Үш адам күнә істеп қоятын болса, күнә іске қол қойып қоятын болса, ол адамдарға күнә жазылмайды дейді. Қараңыз, бір парызды орындамай қалды, яки болмаса қандай да бір күнәға қол ұрып қойды, ол адамға күнә жазылмайды дейді. Соның ең біріншісі анин наими хатта ястайқиз дейді. Ұйықтап жатқан адам оянғанынша не істеп қойса да, қандай тірліктермен әлек болып қалса да, ол адамға күнә жазылмайды дейді. Ұйықтап жатқан адам бір парызды білмей өткізіп алуы мүмкін. Қандай да бір ұйықтап жатқан кезінде есінеп, қандай да бір боғауыз, боқтау сөздерді айтып қоюы мүмкін. Бірақ ол адамға күнә жазылмайды. Неге? Өйткені ұйықтап жатқан адамның ақыл есі өзінде болмайды, ағайындар, қараңызшы. Ақыл есі өзінде болмағандықтан ислам шариғаты оның үстіне исламның міндеттемелері жүктенуін көтеріп қойды. Қашанға дейін? Ұйқысынан оянғанға дейін. дейді. Сәби бала балиғат жасына жеткенге дейін оған күнә жазылмайды дейді. Оның үстінен қалам көтеріліп тұрады, күнә жазылмайды оның үстіне дейді. Өзіңіз ойлаңызшы. Сәби балада ақыл есі толығып, ақыл есі бүтін болмайды. Ақыл есі толықтай үлкен ересек кісілердей бола бермейді. Жас бала кімді боқтап жатқандығын, кімге ауыр әңгіме айтып жатқандығын, яки болмаса біреудің бір затын алып қойғандығын парқына бара бермейді, айырмашылықпен айырмаландыра бермейді. Міне сондықтан да ол адамға күнә жазылмайды деп жатыр. Ал үшіншісі уанил мәжнуни хатта яқал дейді. Жынды болып қалған адам, ақыл есінен алдасып қалған адам, ақыл есіне келгенінше
оған күнә жазылмайды дейді. Қараңызшы, ақыл есінен адасып қалған адамға да күнә жазылмайды деп жатыр. Демек, ислам шариғатында күнә деген нәрсе жүру үшін, бір құлшылықтың оның мойнына міндетті болып жүктелу үшін міндетті түрде ақыл есі бүтін екендігі қаралады екен. Егерде сіз намазға, оразаға, зекетке, қажылыққа қарайтын болсаңыз, оның парыз болу шарттарынан бір шарты адамның ақыл есі бүтін болуы керек екендігі айтылады. Енді өзіңіз ойлаңызшы, ислам шариғаты өзінің міндеттемелерінің өзін адамда ақыл есі бүтін болуын шарт ететін болса, міндеттемелерінің өзін, құлшылық ғибадаттарының өзін, өзі тыйған тыйымдарының өзінде ақыл естің бүтін болуын міндеттейтін болса, ислам шариғаты ақылға қарсы жұмыс істеу мүмкін ба? Біз бір ой жүргізіп көріңізші. Екіншісі, Аллах субханаху ва тағала Құр'ани кәрімде өте көп жерлерде, өте көп орындарда ақыл жүргізуге үндеген аяттары бар. Өте көп орындарда, Құранды басынан аяғына шейін оқып шықсаңыз, өте көп жерлерде Аллах субханаху ва тағала адам баласына ақыл жүргізуге үндегендігін көресіз. Мысалы, Аллах субханаху ва тағала лааллакум тағилун, лааллакум етафаккарун, лиқауми етафаккарун, лиқауми ефқахун деген аяттар өте көп. Яғни, мүмкін ақыл жүргізетін шығарсыңдар. Ой жүргізетін халықтарға осы нәрселер. Немесе ақыл жүргізетін халықтарға, түсінетін халықтарға осы нәрселер деген сөздер өте көп екендігін көресіз. Демек, Құр'ани кәрімнің өзінде ой жүргізіңдер, ақыл жүргізіңдер деп отырды. Демек, Құр'ани кәрімнің шынайы мән мағынасын ақыл жүргізіп қараған адам, ой жүргізіп қараған адам ғана түсіне алатындығы жайлы айтып жатырды. Енді өзіңіз ойлаңызшы, Құр'ани кәрімнің ұлы кітап екендігін, Аллах субханаху ва тағаланың сөзі екендігін білдіру үшін, Аллах субханаху ва тағала өзінің жіберген пайғамбарының ақиқат пайғамбар екендігін білдіру үшін адамдардың ақыл жүргізулеріне үгіттеп жатқан болса, адамдардың ой жүргізуіне үгіттеп жатқан болса, енді ойлайсыз ба, келіп тұрып, ислам шариғаты сол ақылға қайшы шығады деп ойлайсыз ба? Сол қисынға қайшы шығады деп ойлайсыз ба? Үшінші, жерге қарайтын болсаңыз, Құр'ани кәрімдегі уағыз насихаттар, Құр'ани кәрімде ұрылған мысалдар, келтірілген мысалдардың барлығында ақыл жүргізу мәселесі сөз қозғалады. Мәселен, وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ дейді. Ақыл иелері ғана бұл нәрсені ескереді дейді. Бұл үгіт насихаттарды, Құрандағы уағыз насихаттарды ақыл иелері ғана ескереді дейді. Қараңызшы. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Яғни, біз бұл мысалдарды дейді, қараңызшы, біз бұл мысалдарды адамдар үшін келтіріп жатырмыз. Бірақ білімділер ғана бұл мысалдарды ой жүргізіп, ақыл тезіне салып қарастыра алады дейді Құран аяттарында. Және көптеген аяттарда Аллах субханаху ва тағала өзінің беріп жатқан уағыз насихаттарын, өзінің жіберіп жатқан уағыз насихаттарынан ақыл иелері өнеге алатындығын айтып жатыр. Енді өзіңіз ойлаңызшы, Құранды оқуға шақырған, Құранның ақиқат кітап екендігіне ақыл жүргізіп, сол ақыл арқылы табуға шақырған ислам шариғаты, Құранды ақиқат екендігін, Аллах субханаху ва тағаланың бар екендігін, бір екендігін ақыл жүргізіп тануға бұйырған Аллах субханаху ва тағала өзінің дінін, өзінің түсірген дінін ақылға, қисынға қарама-қайшы келтіруі мүмкін бе? Немесе төртінші нүктеге мән берейікші. Аллах субханаху ва тағала Құр'ани кәрімде, Құр'ани кәрім аяттарында ақылды тоқтатып қойып, ақылға мән берместен, өздігінен әрекет ететіндерге кінәлаған, өздігінен әрекет ететіндерді кінәлаған, ақылмен іс жүргізу керек екендігі жайлы айтқанды қараңызшы. Егерде ақыл кінәланатын болса, ой жүргізу кінәлі іс деп қаралатын болса, ислам шариғаты ақыл жүргізбеген адамдарды, ой жүргізбеген, ақылға салмаған адамдарды кінәлайтын беді.
Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an'da aytadi: "Ve izâ qîle lehum ittabi'u mâ enzelallah, qâlû bel nettebi'u mâ elfeyne aleyhi âbâ'ena." Eğer olarga Allah subhanahu wa ta'ala түсірген Kur'an'a eriңдер дейтін болса, олар bizler ata babamızdan kelgen nersege yerimiz деп айтады дейді. Авалау кәне абаухум ла яқилуна шей'ан ва ла яhtadun дейді. Егер ата-аналары еш нәрсені ақыл жүргізіп көрмейтін болған болса да, тура жолды таппаған болса да, олар ата-бабаларының жолынан жүріп кете береді ме дейді. Қараңызшы. Яғни ақыл жүргізіп көрмеуді Құранда кінәлі ретінде, кінәлі бір іс ретінде қарастырып жатырды. Осыдан кейін Аллах субханаху ва тағала өзінің жіберген дінін ақылға қарама-қайшы дін ретінде айтады ма? Өзіңіз бір ойлы жүргізіп көріңізші. 5-ші нүктесіне келетін болсақ, 5-ші нүктесінде біз егер де Құр'ан-ы Кәрімге қарайтын болсақ, кімнің ой жүргізу несі жүйрік болатын болса, кімде ой ұшқыр болатын болса, ол Құр'ан-ы Кәрімді өзгелерге қарағанда, кімдегім ақылдырақ болатын болса, Құр'ан-ы Кәрімді өзгелерге қарағанда тереңірек түсінетіндігі жайлы айтып жатыр. Алла subhanahu айтады: "Китабун анзалнаху илейка мубарак лияддаббару аяти" дейді. Қараңызшы. "Уалиятадаккара улул албаб" дейді. Яғни біз берекелі болған Құр'ан-ы Кәрім кітабын түсірдік дейді. Не үшін десе, оның аяттарын ой жүргізіп, тереңіне бойлауымыз үшін дейді. Қараңызшы. "Уалиятадаккара улул албаб" және ақыл иелері одан оның аяттарын оқыған халде ескерілуі үшін Құр'ан-ы Кәрімді біз түсірдік дейді. Қараңызшы. Яғни Құр'ан-ы Кәрімді берекелі кітап етіп, Құр'ан-ы Кәрімді ұлы кітап етіп түсірген зат Аллах субханаху ва тағала. Енді сол неге қайшы, жаңағы ақылға қайшы бір нәрсеге үгіттейді ме, айтыңызшы. Ақылға қайшы бірер нәрсеге бұйырады ма, айтыңызшы ағайын. Және 6-шы тағы бір нәрсе бар екен. Ислам шариғаты 5 нәрсені қорғауға бұйырған. 5 нәрсені қорғауға бұйырған. Соның бірі ақылды қорғауға бұйырған. Ақылға қайшы келетін нәрселерге тыйым салған. Ақылды кетіретін, ақылды жоятын нәрселерге тыйым салған. Мысалы, әлемдегі кез келген философия қараңыз, кез келген дінге қараңыз. Ислам діні секілді ақылды кетіретін заттарға қарсы күрес жүргізеді ме? Арақ шарапқа харам деп тыйым салады ма? Есірткіге харам деп тыйым салады ма? Біздің дәл ислам діні секілді. Аллах субханаху ва тағала: "Иннамал хамру вал майсир вал ансабу вал азламу риджсун мин амали шайтан" деді. Яғни жағы арақ шарапты ричс деді, нәжіс деді, және ол деді шайтанның амалынан фәжтәнибу, одан алыстаңдар деді Аллах субханаху ва тағала. Яғни ақылды кетіретін нәрсенің барлығынан алыстауға бұйырады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям арақ шарапқа не жатады деген кезде, барлық мас қылатын нәрсе арақ шарапқа жатады деді. Сөйтіп, Аллах субханаху ва тағаланың осы аятының шеңберіне мас қылып, адамның ақылын ұрлайтын нәрсенің барлығы жататын қылып, өз кезегінде адамның ақылын ұрлайтын нәрсе адам баласы үшін нәжіс, шайтанның амалы ретінде оған жоламау керек екендігін айтып жатыр Алла субханаху ва тағала. Енді осындай адамды әрқашан ақылмен жүруге бұйырған, ақылды кетіріп жіберетін нәрселерден тыйған Аллах субханаху ва тағала өзінің жіберген ақиқат дінін ақылға, қисынға қарама-қайшы алып келеді деп ойлайсыз ба өзіңіз? Енді тағы бір мәселелерге мән беруіміз керек. Ақыл мәселесі деген кезде міндетті түрде 3 мәселеге өте қатты мән беруіміз керек, ағайындар. Ол не нәрселер? Мен бір ол 3 нәрсені бастамас бұрын тағы бір нәрсе айта кетейін, ағайындар. Ешқашан ислам шариғаты ақылға қарсы жұмыс істемейді. Еш уақытта ислам шариғаты ақылға қайшы жұмыс істемейді. Ақылды жоймайды, керісінше ақыл мен ой жүргізуге бұйырады. Біз одан алдыңғы айтқан сөздерімізден түсінетініміз, қорытынды шығаратынымыз сондай болады, ағайындар. Енді, бірақ ақыл деген кезде бір нәрсені де түсінуіміз керек. Ол не нәрсе? Ақыл
бұл шектеулі нәрсе екенін түсінуіміз керек. Ақылдың өзінің бір ой жүргізе алатын, өзінің бір орны бар екенін түсінуіміз керек. Егер де біз қазір айтылатын үш нәрсені жақсылап білетін болсақ, онда бұл мәселені жіті тереңінен түсінетін едік. Ең біріншісі, ақыл барлық нәрсені біле бермейді ағайындар. Егер де біз ақылды барлық нәрсені біле бермейді дейтін болсақ, біз ақылды құрметтеген боламыз. Ақылды сыйлаған боламыз. Неге? Өйткені, білесіз бе, ақыл деген нәрсе бұл бізбен сыртқы әлемді білуіміз үшін Алла Субханаху ва Тағаланың берген бір сыйы, бір жаратылысы. Енді өзіңіз ойлаңызшы, кез келген жаратылыс болғаннан кейін оның бір шектеулі нүктесі болады. Мысалы, көз деген жаратылысты Алла Субханаху бізге берді. Бірақ көзіміздің де көре алатын белгілі бір мөлшері бар. Тура сол секілді біздің ақылымыздың да жете алатын, ақылымыздың да бар алатын бір мөлшері бар. Егер де біз ақылымыз шексіз дейтін болсақ, ақылымыз барлық нәрсені біледі, ақылымыз барлық нәрсені таниды дейтін болсақ, онда біз ақылға зұлымдық жасаған боламыз. Ақылға зұлымдық жасаған боламыз. Неге? Өйткені ақыл кейбір нәрселерді тани қоймайды, кейбір нәрселерді білмейді. Кейбір нәрселер біздің ақылымызбен емес, Алла Субханаху ва Тағаланың жіберген кітабы, Құраны, және де түсірген, жіберген елшісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям арқылы білуіміз керек болады ағайындар. Мысалы, жәннат, тозақ. Қандай дүние? Қандай жаратылыстар олар? Мысалы, жәннатқа кірген ең төмен дәрежелі адамның мүлкі, иелігі, мына дүниедегі ең үлкен патшаның иелігінен 10 есе үлкен иелік болады дейді. 10 есе үлкен иелік болады дейді. Мына дүниеде ең үлкен иелікке ие, мәселен, қазіргі заманда Ресей президенті Владимир Путин болса, жер көлемі 17 миллион шаршы шақырым мемлекеттің президенті болса, демек, жәннаттағы ең төмен иелікке жеткен адамның деңгейі 170 миллион километр квадрат, 170 миллион шаршы шақырым жерге иелік етер екен. Өзіңіз ойлаңызшы. Қандай кең жер? Қандай кең жер? Біздің ақылымыз жетпеуі мүмкін. Сонда бір планета шеңберіндей жерге бір адамды Алла Субханаху ва Тағала иелік еттіріп қоя ма деп ақылымыз жетпей қалуы мүмкін. Біз бұл нәрсені, Алла сол нәрселерді жаратқан, ақылымызды жаратқан, бізді жаратқан Алла Субханаху ва Тағаланың хабар беру арқылы танып жатырмыз. Бірақ шынымен ақылмен ой жүргізіп көрсеңіз, бұл нәрсе мүмкін емес нәрсе емес. Неге мүмкін емес нәрсе емес? Мысалы, біздің аспанымызда ең кішкентай жұлдыз бұл күн. Сол күн бізден қанша миллион километр алыста тұрып, бізге сәулесін шашып, жерді 50 градус, 60 градус, 70 градусқа дейін ыстық болуын қамтамасыз етіп жатырды. Негізі біздің ғалымдарымыз санап, санына жете алмаған жұлдыздар барды. Аспан әлемінде ғалымдардың ешбірі келіп тұрып, бауырым, мынанша триллион, мынанша миллиард, мынанша миллион жұлдыз бар, бітті осындай сан анық деп ешкім айта алмайды. Ешкім айта алмайды. Оған біздің қазіргі құрылғыларымыздың күш қуаты жетпейді. Қанша миллион жыл алдын жарығын шашып, сөніп қалған, жоқ болып кеткен жұлдыздар бар. Сол жарық шашқаны бізге енді жетіп келіп жатыр. Ол жұлдыз қазіргі таңда жоқ, өмір кешпейді. Сондай жұлдыздар бар әлемде. Біз білетін, білмейтін қанша не бар. Осының барлығын Алла Субханаху ва Тағала «Вазайянна самаа дуния бизинатинил кавакиб» біздер дүние аспанын жұлдыздармен безендірдік деу арқылы мына бірінші аспандағы дүниелер екендігін айтып жатыр. Соның біз санап санына жете алмаған жұлдыздардың ең кішкентай күн, сол күннің өзі қанша километрден бізге жарық беріп жатқан болса, соның барлығын жұлдыздардың бәрін жаратқан Алла Субханаху ва Тағала әрбір пендеге сондай кең көлемдегі жерді, кең көлемдегі билікті, иелікті беруге құдіреті жетпейді ма? Әрине жетеді. Ол ақылға қайшы емес. Бірақ біз оны қаяқтан білдік?
Біз оны қайдан алдық ол мәліметті? Бұны Аллах субханаху ва тағала, сол аспандар мен жердің жаратушысы Аллах субханаху ва тағала өзінің елшісіне уахи етіп, өзінің елшісіне хабар жіберіп, сол хабардан біздер танып жатырмыз. Тозақтағы адамдардың ахуалы, жағдайы, оның барлығы біз ақылымызбен тани алмаймыз, ақылымызбен біле алмаймыз, тек қана Құран, хадис арқылы танимыз. Аллах субханаху ва тағаланың есім сипаттары. Біз оның барлығын ақылымызбен тани алмаймыз. Жындар әлемі, періштелер әлемі, оның барлығын біздер ақылымызбен тани алмаймыз. Біз оның барлығын Аллах субханаху ва тағала біздерге хабар берсе, сол хабар арқылы ғана танимыз ағайындар. Демек, біздің ақылымыздың да шектелетін орны бар екен. Біздің ақылымыздың да жетпейтін жері бар екен. Ал ақылды өз орнында, өз шеңберінде, өзі істете алатын, өзі араласа алатын нүктесінде пайдалану сол ақылды сыйлау болып табылар екен. Ол ақылға деген құрметсіздік болмайды екен ағайындар. Екіншісі, ақыл деген нәрсе барлық нәрсені жалпылама таниды. Жіктеп, бөліп жарып тани бермейді. Мысал ретінде айтайық. Ақыл деген нәрсе жалпы бір нәрсенің жаман екенін білуі мүмкін. Бірақ оның ішінде дәл қайсы нәрсе жаман екендігін біз қайдан білеміз? Оны сол ақылды жаратқан, сол жақсылықты жақсылық деп, жамандықты жамандық деп жаратқан Аллах субханаху ва тағаланың жаратушы иеміз Аллах субханаху ва тағаланың жіберген хабарынан білеміз ағайындар. Мысал ретінде айтайықшы. Ата-анаға қызмет қылу жақсы нәрсе. Ата-анаға қызмет қылу жақсы нәрсе. Қарсы келу жаман нәрсе. Дұрыс па? Бағыну жақсы нәрсе. Қарсы келу жаман нәрсе. Бірақ кейбір орындарда ата-анамен, мәселен, кейбір орындарда ата-анаға қайшы бір шешім қабылдап қалсаң, сол нәрсе жақсы ма, жаман ба? Оны біз қайдан білеміз? Оны кімге төрелік қылып жүгіреміз? Қаншадан қанша перзенттер жүреді, мен әке-шешем түсінбейді дейді. Маған зұлымдық жасап жатыр дейді. Қанша ата-ана жүреді сол перзенттердің. Менің перзентім маған бағынбай кетті дейді. Төрелікке кімге жүгінеміз? Міне осы жерден үшінші біздің айтқымыз келген нәрсеміз шығады. Ол қандай нәрсе? Мына дүниеде адамдардың ақылдары бірізділ емес. Бірдей емес. Әркімнің ақыл өлшемі әртүрлі болады. Демек, бір нәрсені жақсы деп қабылдаған кезде кімнің ақылына жүгінеміз? Мына Европа мемлекеттерінде қыз-текелікті қуаттап, қыз-текелікті барынша әлемдік негізгі саясат ретінде келтіріп жатқан адамдар. Өздерінің ақылдарына салсаң, дұрыс нәрсе істеп жатыр қарасаң. Өздерінің ақылдарында. Мына мектептен, балабақшадан бастап, олардың жағы саналарын улап, адамдарды жағы қыз-текелікке насихаттап, тұрмыс құрмауға насихаттап жатқандар өздерінше дұрыс нәрсе істеп жатыр, өздерінің ақылдарына салсаң. Арақ ішіп, мас болып жататын адамдар. Араққа тойып алып жүретіндер. Өзінің ақылымен сұрасаң, өзінше дұрыс істеп жатқан, ол мүмкін. Ата-анасын құрметтемей жатқандар. Ата-анасына бағынбай жатқандар. Мен 18-ге келдім, мен өзім толыққанды адаммын. Маған ешкім бұйрық беруге міндетті емес. Өзім білемін деп жатқандар. Өзінің ақылына салса, ол өзінше дұрыс істеп жатқан болуы мүмкін. Не нәрсе онда бізді, қайсы нәрсе дұрыс, қайсы нәрсе бұрыс екендігін шешіп береді онда. Демек, біз шариғатқа, Аллах субханаху ва тағаланың дініне осы кезде жүгінуге мәжбүр боламыз. Ей, береке тапқырлар! Аллах субханаху ва тағала әр нәрсені жұп-жұбымен жаратты. Еркек әйел қылып жаратты. Үшінші жұп деген нәрсе жоқ ол. Мені осылай ислам шариғатында айтады. Ей, береке тапқыр! Арақ бұл біздің ақылымызды кетіреді. Ақыл кеткеннен кейін тілден неше ауыр сөздер шығады, неше тірлік ауыр нәрселер істеп қоясың.
Бұл ислам шариғатында харам етілген. Ол сенің денсаулығыңа зиян. Алла тағала оны харам еткен. Одан алыста деп ислам шариғаты айтады. Көрдіңіз бе? Әрбір адамның бір нәрсеге, белгілі бір мәселені түсінген кезде, оған қарсы шыққан кезде, адамдардың ақылдары әртүрлі болып келеді. Кімнің ақылына жүгінеміз? Талғаттың ба? Бауыржанның ба? Джеймстің ба? Джонидің ба? Кімнің ақылына жүгінеміз? Кім біздерге ақылмен төрешілік етеді? Кім біздерге ақылмен үкім береді? Көрдіңіз бе? Бірақ осы нәрселерді түсініп алған болсақ, енді сөздің қорытынды нүктесіне келеміз. Ислам шариғатының кез келген үкімін алыңыз. Кез келген нәрсесін алыңыз. Еш уақытта дұрыс ақылға қайшы келмейді. Кейбір адамдар өздерінің анау нәпсі қалауларына, өздерінің нәпсі қалауларына ауыр келетін істерге қайшы бір исламның үкімін көретін болса, мұна ақылға сыйымсыз ғой деп тастай салады. Бірақ шын мәнінде сау ақылмен, нәпсі қалауды араластырмаған, кәдімгі таза мөлдір тұнық ақылмен ойланып көретін болсаң, ол нәрсе керісінше ақылға лайықты екендігін табады. Мысал ретінде айтайықшы. Ислам шариғатында тыйым салынған нәрселерді қараңызшы. Арақ, есірткі, ойнас, некесіз қарым-қатынас жасау. Барлығы тыйым салынған. Некесіз қарым-қатынасты мәселен кейбір адамдар ислам шариғатында некемен болу керек, тек қана бір әйел, бір еркекпен болу керек, қалай болды, анау болды, мынау болды деп ақылмен әр нәрсе не жатады. Адамда мәселен өзінде құқық болмай ма, әйелде өзінде құқық болмай ма, қалағанмен жата бербейтін, еркекте өзінде құқық болмай қалағанмен жата бербейтін дейтін Европада қанша әңгімелер айтылып жатады. Бірақ субханалла, жыныстық қатынас жолымен берілетін ауруларды қоспаған кезде, адамдардың табиғи жолмен көбеюінен тоспайды ма ол нәрсе? Демография өлмейді ма оның артынан? Бүгінгі 50 жыл, 60 жыл, 70, 100 жыл, 200 жылдан кейінгі мемлекеттің тағдырын қауіп қатердің астына қоймайды ма? Халықтың көп бөлігі пенсионерлер болып, жұмыс істейтін адамдардың саны азайып кетіп, мемлекеттің де, ұлттың да, халықтың да барлығының болашақтары болыңғыр болып кетпейді ма оның артынан? Егер адам өзінің ата-анасын кім екенін білмесе, бір ойнастан пайда болып қалған болса, далаға тасталып кеткен болса, соның көріп жатқан қиыншылығы үшін кім жауап береді? Екі адамның 5 минуттық, 10 минуттық ләззәті себепті өмір бақи бір адамның жапа шегуіне кім кінәлі болады? Ондай нәрселер өте көп қарайсын болсаңыз. Ислам шариғатында не нәрсеге тыйым салған болса, ең бірінші адамның өзіне зиян екенін көреміз. Не нәрсеге бұйырған болса, қараңызшы, ата-анаға жақсылық қылу. 5 уақыт намазда қандай нәрсе бар? Таң намазына тұрасыз, ерте тұрдыңыз. Ерте тұрған, біздің өзіміздің дана халқымызда бар, ерте тұрған еркектің ырысы артық, ерте тұрған әйелдің бір ісі артық дейді. Ерте тұрасыз. Таза, мөлдір, ешқандай нәрсеге айналыспаған ақылменен сіз жұмысыңызды бастайсыз. Ең бірінші Раббыңыз Алла субханаху ва тағалаға мінәжат қыласыз, құлшылық қыласыз. Өзіміздің намазымызды жақсылап оқитын болсақ, бізге анау не еді анау субханалла бүйтіп тұратын анау Аллахумма ахдина фиман хадейт вазкур раббака иза насит Аллахумма салли аля Мухаммад Аллахумма салли аля Мухаммад. Субханалла, есімізге де келмей қалды ғой. Андай бір не бар еді ғой, тұратын әртүрлі йогалардың да керегі жоқ. Өзгелердің нәрсесін алып келіп жатыр да, mesela йоганы алып келіп жатыр, ешқандай ғылыммен ешқандай пайдасы жоқ та. Бірақ егер біз намаз оқитын болсақ, бізге йоганың керек болмай қалады. Рухани ләззат аламыз. Өзімізді басқаратын, 24 сағат бойы көріп тұратын,
барлық нәрсені күн, яғни бол десе болатын, орын алатын Аллах субханаху ва тағалаға жүзінеміз. Сәждеге жатқан кезімізде Раббымызға ең жақын жағдайға келеміз. Аллаху акбар деп құлақ қаққан кезімізде мына әлемнен толықтай шығып кетіп, рухани әлемге кіреміз. Субханакаллахумма ва бихамдик ва табарак асмук ва та'ала жаддук ва ла илаха гайрук деген намаздың ішіндегі тәсбихтерінің өзінің мағынасын қараңызшы. Намазды бастаған кезде Субханакаллахумма ва бихамдик ва раббам Аллах. Сен барлық нәрседен пәксің. Саған ғана мақтау айтамын. Ва табарак асмук, сенің есімің ұлы, берекелі. Қараңызшы, Аллах субханаху ва тағала өзің тапсырып жатсын. Ва та'ала жаддук ва ла илаха гайрук, сенің ұлылығың жоғары, үстем бәрінен. Сенен өзге ешқандай Құдай, Тәңір жоқ. Сосын аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Біздердің мына дүниеде қиыншылықтарымыздың, түйткілдеріміздің себепшісі болған қуылған шайтанның зиянынан пана тілейсіздер. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Барша. Яғни, нейді? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймын. Сіз Аллах бірінші шайтаннан пана тіледіңіз. Я Раббым Алла. Маған мына дүниедегі бүкіл қиыншылықтарыма себепші болатын шайтаннан пана берші. Рухани әлемде жүрсіз. Екінші айтатын сөзіңіз, мейірімді және рахымды Алланың атымен бастап оқимын. Сізді жаратқан жаратушыңыз бар екенін біліп тұрсыз. Ол жаратушы сізге мейірімді және рахымды екендігін айтып жатсызды. Қараңызшы. Осындай рухани әлемді аласыз, рухани пайда аласыз біріншіден. Мына дүниенің өзінде ақылмен қарайтын болсаң, рухани пайда аласыз. Ақылға салатын болсаңыз, мына дүниенің өзінде уақытыңызды реттеу, егер намазға қарап байлап уақытыңызды реттеу, қандай күніңіз реттеліп қалады? Тіпті қазіргі заманға ғалымдар айтады. Адамның уақыты жоспарсыз өтуінің өзі дейді, адамның бос жай әшейін жүргендігіне жеткілікті болады дейді. Қараңызшы. Жоспарсыз жүрді, еш нәрсе ретсіз жүр. Не істесе, тұрды, мынаны істей салсыз, тұрдыз, ананы істей салсыз, тұрдыз, мына кітапты оқи салсыз, тұрдыз, ешқандай бір не жоқ та сізде. Өміріңізде андай не дейді, тәртіп жоқ та. Ал намаз оқитын болсаңыз, тәртіпті үйреніңіз, ақылдың өзі жоққа шығармайтын нәрселерді. Ислам шариғаты кез келген нүктесіне қарасаңыз, сау ақылмен, нәпсі араласпаған. Бұрын жаман түсініктер, басқа өзгелердің жаман, қарсы, дінге қайшы, дінді жаман көретін, сондай бір түсініктермен былғанбаған ақылмен қарайтын болсаңыз, ислам дінінен ешқандай кінәрат таба алмайсыздар. Сондықтан да кімде-кім ақылға дінді қайшы қойып жатқан болса, өте үлкен қателесіп жатыр. Өте үлкен қателікпен қателесіп жатыр. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد